Сәлеметсіңдер ме менің білім құмар оқушыларым? Математика сабағына қош келдіңдер. Балақай, бүгінгі сабақта сен 20-ға дейінгі 1 және 2 таңбалы сандарды салыстыруды үйренесің. Сонымен қатар, жақшасыз берілген 2 амалды өрнектің мәнін табуды үйренесің. Жақшасы бар өрнектердегі амалдардың орындалу ретін үйренесің. Балақай, назар аударшы, сандарды салыстырған кезде бізге әдетте белгілер, таңбалар көмектеседі. Бұл қандай таңба? Кем, тең және артық. Жарайсың. Балақай, 2 таңбалы сандарды салыстыру үшін біз ондықтар разрядынан бастаймыз. Егер ондықтардың саны бірдей болса, бірліктер разрядын салыстырамыз. Ендеше жаттығып көрейік. 13 және 14 санын салыстырамыз. Ол үшін есімізге түсірейік. 13 саны 1 ондық және 3 бірліктен құралады. Ал 14 саны, дұрыс айтасың, 1 ондық және 4 бірліктен құралады. 13 санында 1 ондық бар және 14 санында 1 ондық бар. Демек, ондықтардың саны бірдей. Ендеше бірліктерін салыстырып көрейік. 3 бірлік және 4 бірлік. Әрине, 3 бірлік 4 бірліктен кем. Демек, 13 саны 14-тен кем. Тамаша. Ендеше, екінші сандарды салыстырайық. Сандар жұбын салыстырайық. 20 және 2. 20 санында 2 ондық және 0 бірлік бар. Ал 2 санында 2 бірлік бар. Яғни, ондығы жоқ. Демек, бізде әрине 2 ондық 0 ондықтан артық. Демек, 20 саны 2 санынан артық. Балақай, ендеше қалған сандардың жұбын өзін салыстырып көр. Тамаша. Ал енді 2 амалды өрнектерге назар аударайық. Балақай, 4 қосу 7 қосу 8. Бұл жерде біз не байқадық? Әрине, бұл жерде 2 амал бар. Демек, бұл бізде 2 амалды өрнек. 2 амалды өрнекті біз өрнектің мәнін қалай табамыз? Ол үшін сол жақтан бастап, амалдардың ретін сақтай отырып, өрнектердің мәнін тізбектеп орындаймыз. Сол жағынан бастап 4 пен 7-нің қосындысы бірінші амал, кейін 4 пен 7-нің қосындысының мәніне 8-ді қосамыз. Бұл бізде екінші амал. 2 амалды өрнектерді мәнін табу үшін әдетте бірінші амал, екінші амал деп көрсеткен жөн. Ал енді жаттығып көрейік. Өрнекті оқиық. 18 азайту 5 азайту 3. Немесе 18 мен 5-тің айырмасынан 3-ті азайтамыз. Бірінші амал қайсысы? Дұрыс айтасың, 18 бен 5-тің айырмасы бұл бірінші амал. Неліктен бұл бірінші амал? Ережені есімізге түсіреміз. Жақшасы жоқ 2 амалды өрнектердің мәнін табу үшін сол жақтан бастап, амалдардың ретін сақтай отырып, тізбектеп өрнектердің мәнін табамыз. Демек, 18 азайту 5-тен 13. Дұрыс айтасың, себебі 8 бірліктен 5 бірлікті азайтқанда 3 болады, және де 1 ондық, сонымен жауабы 13. Ал екінші амал, айырманың мәнінен 3-ті азайтамыз. Демек, 13 азайту 3 тен 10. 10-ды өрнектің мәніне жазамыз. Өте жақсы. Жарайсың, балақай. Ал енді жақшасы бар өрнектегі амалдардың ретіне назар аударайық. Балақай, бұл да 2 амалды өрнек. Азайту амалы бар және қосу амалы бар. Бірақ алдыңғы өрнекке қарағанда қандай ерекшелік бар? Дұрыс айтасың, жақша бар. Жақша бұл бізге сигнал береді. Менің ішіндегі өрнегімнің мәнін бірінші ретте табу керексің деген сөз. Демек, жақшасы бар өрнекте алдымен жақшаның ішіндегі амал орындалады, яғни бірінші болып орындалады. Содан кейін жақшаның сыртындағы амалдар рет-ретімен орындалады.
Ендеше, бұл өрнектегі бірінші амал қайсысы? Дұрыс айтасың. 1 мен 2-нің қосындысы. 1 қосу 2 тең 3. Екінші амал 13-тен осы қосындының мәнін азайтамыз. Демек 13 азайту 3 тең 10. Жауабын өрнектің мәніне жазамыз. Тамаша. Енді балалар, есімізге түсірейік. Кері амалдарды есімізге түсіру керекпіз. Қосу амалына кері амал. Қай амал? Дұрыс айтасың, азайту. Ал азайту амалына кері амал. Қай амал? Дұрыс айтасың, қосу. Себебі қосу мен азайту өзара кері амалдар. Ендеше, мына өрнекке назар аударайық. Бұл қосынды. Бірінші қосылғыш 40, екінші қосылғыш 20, қосындының мәні 60. Екінші өрнекке назар аударамыз. Не өзгерді? Дұрыс айтасың, қосылғыштардың орны өзгерді. Ал қосындының мәні өзгерді ме? Әрине өзгерген жоқ, жарайсың. Қосу амалына кері амал. Қай амал? Дұрыс айтасың, азайту. Демек, 60-тан 40-та азайтамыз, 20 шығады. Және керісінше 60-тан 20-ны азайтқанда 40 шығады. Өте жақсы. Ал енді жаттығып көрейік. Балақай, осы жерде кері амалдарды байланыстырып көреміз. 80 қосу 20 тең 100. Бірінші қосылғыш 80, екінші қосылғыш 20, қосындының мәні 100. Енді осы өрнектің кері өрнегін табайықшы. Кері амалды тауып көрейік. Біз білеміз, қосу амалына кері амал азайту амалы. Бұл жерде біз сәйкестендіріп көрейік. Ал енді жауабын тексерейік. Жарайсың. 80 қосу 20 тең 100, оған кері амал 100 азайту 20 тең 80. Немесе керісінше 100 азайту 80 тең 20. Жарайсың. Ал 3 қосу 12 тең 15, оған әрине кері амал 15 азайту 3 тең 12. Немесе оны басқаша қалай жазар едің? Әрине, 15 азайту 12 тең 3. Өте жақсы. Балақай, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бола ғой.